Қайырлы таң, менің құрметті көрермендерім, қалайсыздар? Жақсылар ма? Бүгін маусымның 4 жұлдызы ғой. Кеше барып келдік балыққа, оны өздеріңіз көрдіңіздер. Тарашка, Бобылы, Қаракөзден басқа жұмыстар жоқпыз. Қалада жүрген жігіттерді Ақшұқырға барған, Телманға барған, олар да солай болып қайтты бәрі де. Балықтың түртпей тұрған кезі болды ол. Егейді ондай науқандарды бізде қазақтар өләра дейді ғой. Сол өләра болып тұрған шығар. Енді күте тұрамыз. Бәрібір түртпейді емес, бәрібір балық тамақ жеп бастау керек қой. Жаңағы айтып жатқан тек оның түртетін еді, ол өйткені түртпейтін себебі мен ойлаймын жаңағы. Тарашка, Қаракөз, Бобылы бермейді, оны түрткізіп жатыр. Мүмкін одан да кішкентай балықтар бар шығар түрткізіп жатқан. Қараймыз енді уақыт өткеннен кейін. Білеміз ғой, оны да білетін боламыз. Өйтпейсіздер, мен сәл темадан басқа жаққа кетіп қалдым. Бәріңіздің де сұрақтарыңыз бірінші сол болады ғой. Жаңалық, жақсы жаңалық, мен айтайын деген, міне мен мынандай сәлемдеме алдым, посылка дейді. Сіздердің көздеріңше ашамын. Менің ойымша балықтың құралдарының біреуі болу керек. Ашып, қазір бәріміз бірге көріп, қуансақ күшті болар еді деп ойлаймын. Ашып қарайық не екен. Мына жерде жазып қойыпты. Нәзік жүк деп. Нәзік жүк деген сөз түсінесіздер ғой. Нәзік деген сөз мынау жаңағы шыны ма, сондай бір сынатын заттар болуы мүмкін. Бірақ менің ойымша басқа да. Мына жерден бұлай кесе салайын. Барлығын ашпай-ақ қояйын деген ғой. Ішіндегі затты алсам. Бұл не зат екен, балдар? Аштық міне. Енді көрсетем ғой, сіздермен қуанышыммен бөлісем ғой. Өзімнің жазылушыларыммен. Онсыз болмайды ғой. Міне, мынандай зат, жақсылап әдемілеп салыпты, сынбайтын көрініп тұр. Біз енді бұған қарамаймыз ба, ашамыз, басамыз. Кесіп тастаймыз. Мынандайды арасында жақсы көресіздер ма сізде? Жүйкесі қозған адамдар жүйкесін успокой дейді. Міне мынау зат міне шықты міне. Best Master дейді. Көрініп жатыр ма? 10 мыңдық заказ беріп едім ғой. Ашып қарайық қандай келді. Талап деген менің бір досым бар. Қазір қарап отырған. Сол өткенде көріп едім ғой содан. Сол мен қарайын, алып қарайын деп, соны тапсырыс беріп едім. Негізі балдардың маған берген сыйлығы ол екеуі де. Міне, келді міне. Көрініп тұр ғой. Катушка. Балық аулайтын катушка. 10 мыңдық Шимано. Қазір сіздерге жақындатып көрсетейін. Көрініп жатыр деп ойлаймын сіздерге. Негізі 10 мыңдық деп айтатын себебі, жаңа 1 мыңдық, 2 мыңдық дейді ғой, жаңа 1 мыңдық, 2 мыңдықтар өлталайды ғой. Ол мынаған қарағанда кішкентай болады. Мынау енді силовой мощный агрегат дегенге келеді. Жаңа кішкентай болады, жаңа 2 мың, 3 мың дегенді, мына лесканың сияты жері, мысалы үшін 3 мың деген
0,3-тен 100 метр сияды деген сөз мына жерге. Сондай мағынаны береді. Болмаса 5000 деген білдіңіздер ғой да. 0,5-тен 100 метр сияды деді. Бірақ қанша қарасаңыз да қай жерлерде де шолу жасаған кезде де әркім әртүрлі айтады ол. Негізгі менің ойымша ол тек қана лескінің сиятынында емес, мына агрегатта күштілігінде. Өйткені менде қазір басқа катушкалар қасында жоқ, бірақ олардың көбісі мынадан кішкентай. Мынау үлкен алысқа лақтыруға арналған. Мынаған қанша? Үштіктен 200, 300, 400 метр кетуі мүмкін. Мынаның ішіне. Сосын алысқа лақтыруға, сосын көп не емес, нағыз біздің теңізге арналған катушкалардың біреуі мынау конусообразный болып тұр. Сәл көп емес. Тағы да не айтсақ болады бұл жөнінде. Олайынша жаман емес сияқты. Қазір мен солақай емес, мынаны негізі былай тұрады катушка. Кейбір кісілер былай айналдырады, мен керісінше мына жағынан. Біздің көп жігіттер осы жағынан айналдырады. Ол үшін мынаны аламыз да. Қазір қарайық міне. Ашып алдым. Енді көріп қарайық та енді ол онша ауыр да емес сияқты. Не былай алынады. Міне мына жағынан салдық. Қазір қайтадан бұрандасын бекіте саламыз. Енді бұл екі катушка. Біреуін көрсетсем жарайды ғой. Негізі шолу жасап жатқан жоқ, не алғанымды көрсетіп жатырмын. Міне осылай тұрады міне. Мен Ақтауда жаңадан жазылып жатқан жазушыларым қазір менің артымда жүр ғой бәрде, қарап бәрде. Негізі мына жерде 1/5, 1/6, 1/3 тағы да сондай көп жазулар кездеседі ғой катушкаларда. Ол негізі жаңағы барлығы да ішіндегі подшипниктің санына 6, 7, 8 жаңағы подшипниктер шариковый, втулочный деген болып бөлінеді ғой. Солардың саны емес негізі. Негізі мына тұтқаны ручканың бір ұрағанда мына шпуля неше рет айналады. Соның мағынасын береді. Қазір түсіндіріп айтамын сіздерге. Мына жердегі мына ручкада, тұтқада бұл айналған кезде мына жер неге үлкен айналады? Мына велосипедтің алдындағыны білесіз ғой, педальдарын үлкен тістері бар, зубчатый. Сол бүйтіп аяқпен басқан кезде артта құрттай жаңа или толыс дейді ма, сонысы тез айналады ғой. Да, сондай принцип. Мынанда да сол, мына жерде үлкен жаңа тістері бар, зубчатый не орналасқан. Сол үлкен бүйтіп айналған кезде мына шпулямыз 5 рет айналады. 1/5 деген. Осындай мағынаны береді. Лескінің түрін айттым. Негізгі принцип работы сол. Негізі. Бірақ әртүрлі фирмалар әртүрлі жасай береді ғой. Негізгі менің қазір пайдаланып жүрген катушкаларым Акума. Өткенде осыдан 5-6 жыл бұрын Түркі еліне барған кезде алғам. 4-5 сонымен әлі келе жатырмын. Көп сынбайды. Осыдан 10 жыл бұрын алған шимануларым, олар да көп сынай бермейді. Сынса да жаңа жөндеу жұмыстарын жасап алуға болады. Сол айтайын деген. Мынаның негізі көріп отырмын, өзінің мына жерінде бұрандасы бар екен. Негізі май құятын болу керек, мына май жасайтын болу керек. Бұрын менде болмаған. Осы тағы да айтайын дегенім сіздерге. Тағы катушка туралы не айтып берсем болады. Бәрін өздеріңіз білесіздер, көріп жүрсіздер. Мына 5000-ді 6000 деп көбейген сайын катушкаңыз күшті бола береді. Оны білесіз. Енді әртүрлі фирмалар бар ғой. Мен мына фирманы сіздердің алдарыңызда жарнама жасап жатқан жоқ, алғанымды көрсетіп жатқаным ғой. Негізі атақты фирмалардың бірі ғой. Енді біз теңізге күздің күндері кіріп лақтырамыз.
өте алысқа лақтырамыз. Бір 50 метр кірсек теңізге 100 метр, 150 метрге лақтырамыз. Сол шамада оны алып келеміз де тағы да тек мынаны әр уақытта ұстап тұрмаймыз ғой. Ол спиннингке жаңағы стойкеде тұрады. Содан кейін алынған зат алыстан балықты шығаруға. Негізі алыстан емес, тағы да күш жағынан келсең де үлкен балықтар шығаруға, үлкен груздарды лақтыруға арналған катушкалардың біреуі. Сол осы айтайын деген. Қандай сіздердің тағы да сұрақтарыңыз болады, айтасыздар ғой. Торымызды міне мына жерде астында. Қалай орайтын білесіздер ғой лескіні. Білмесеңіздер оны астына комментарийға жазып жібересіздер ғой. Мен оны сіздерге қалай екенін де көрсетемін. Ол маған ешқандай қиындығы жоқ. Қалай орайтынның бәрінде. Сол катушканың нелерін айттым ғой. Мына катушканы бір жақтан бір жаққа алып барған кезде абайлаңыздар. Мына душкалар майысып кетуі мүмкін. Енді жаңа мына жерге бекер жазып қойған жоқ қой. Нәзік жүк деп. Сол құмға лақтырып тастап кетпеңіз далаға. Жауынның астында қалмасын, күннің астында қалмасын. Бұны да ұқып ұстап күтіп қарасаңыз көпке барады. Мен өзімнің тәжірибемді айтып отырмын сіздерге. Мен катушкаларымды өмір бойы чехолда ұстаймын. Сол чехолдың ішінде машинадан шығады, қайтадан кіреді, сосын үйге келеді, гаражда бар, сол жерде бар. Негізі көп шығармаймын. Шыққанның өзінде тек балық ауладым, қайтадан алып қойдым. Солай тағы қандай сұрақтарыңыз болады сіздерде, бересіздер ғой. Түсінікті ме бәріңізге? Мен мына жаңадан жазылып жатқан жазылушыларыма кеше кездестім, бір 2-3-еумен. Өте қуанып қалдым, негізі жігіттер. Лақтырып, бәрін үйреніп, мейлі тарашқы болсын шығарып жатыр. Енді мен мына шәкірттер мені қуантып жатыр, жаман емес. Ертең кейіннен айтып жүрді ғой. Соны үйреніп едік, солай болып еді деп. Жақсы, сіздерге де тілейтін осындай катушкалар бұйыра берсін. Дендеріңіз, біріншіден, дендеріңіз сау болсын. Отбасыларыңыз аман болсын. Бәрі де жақсы болсын, табыстарыңыз көп болсын. Осындай катушкалар сіздердің қастарыңызда жүріп сына берсін, не істейміз. Мені тек жақсылықта кездесейік. Қандай сұрақтарыңыз болса жазып бересіздер ғой. Жақсы? Жақсы, сау болыңыздар енді. Әлі кездесеміз ғой балықта. Ертең емес, бірсі күні шығатын боламыз балыққа. Менің қазір тағы да ұстап жатыр, жұмыс істемейсіз бе? Қазір менде каникул. 1 сентябрьге дейін. Балдарды тасып бастаймыз осын. Жақсы, тек жақсылықта кездесейік. Түсіндіріп айттым, міне, тағы екінші катушка. Енді Жәкеңнің енді катушкалары бар енді. Күзге дейін енді шыдау керек бәрі. Бұл күздің катушкалары бар. Сол, тағы да сұрақтарыңыз болса бересіздер, айтасыздар. Қай жері дұрыс, қай жері бұрыс. Кейбір кезде тіл байлығым жетпей жатқан жерлеріне дымай кетпейсіздер, ол ондай болып тұрады дейді. Ал жазылуды, коммент қалдыруды, тағы да басқа кісілерді осы біздің каналға жазылуды айтып қойыңыздар. Тек жақсылықта кездесе берейік. Жақсы, әзірше сау болыңыздар.